балалар. Керемет күйге ендік па балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз, иә? Біздің жаңа сабағымыз Бауыржан Момышұлы ұшқан ұя повесімізді көріп жатырмыз. Бүгінгі біздің балалар сабағымыздың мақсаты автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып жаңашылдығына баға беру. Әрі жалғастырамыз. Келесі бізде ұядағы сұрақтар әдісі бойынша әр топтан 2 оқушыдан келіп сұрақтарды аламыз. Кәмпи. Кәмпи сұрақтар дайындаламыз оқушылар. Дайын болса, сұрақтарға жауап берейік. Кәмпи кім дайын? Анасы туралы не айтасың дейді. Бауыржан 3-4 жасқа келгенде анасы қайтыс болып кетеді, және де ол өте мейірімді адам болған. Ол Әбдірахманның қызы Байдана Розман шыққан, және де оның әжесі еске түсіру үшін тексербек таратып еш шығарып отқан. Келесі кім дайын? Сержан. Ұшқан ұя шығармасы кімнің атынан баяндалады? Бауыржан Момышұлының атынан баяндалады. Әжесі оған тәрбие үйретіп, адалдықпен жүруді, адал болуды үйретті. Келесі Жанерке. Қалай ойлайсың, шығарма неліктен ұшқан ұя деп аталған? Шығармада Бауыржан Момышұлы өзінің туып өскен жерімен, өзінің балалық шағынан қалған естеліктермен бөлісіп отырған. Сол себепті бұл шығарманы ұшқан ұя деп аталады. Жақсы, келесі. Шығармадағы қыз тумас кейіпкер туралы не білесің? Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайған шағында сары кемпір атанған. Жарықты аса ажарлы ақ дидарлы кісі болған екен. Ондай сұлу ару ел арасында некен саяқ болған. Ұл біткеннің барлығы әкесіне тартып қара болған. Ал қыз біткеннің барлығы өзіне тартқан деп отырушы еді әжем. Жарайсың. Келесі. Олғыр. Ұшқан ұя қандай шығарма? Ұшқан ұя 20 ғасырдың басында шыққан повесть. Яғни қарапайым халықты, салт-сана, дәстүрін, ауыл бейнесі жақсы көрсетеді. Және Бауыржанның атасы Димаш, ол кішкентай кезде тәрбие беріп өсірген. Олай болса балалар, келесі тапсырмамызға көшеміз. Келесі бізде тапсырмамыз эпизодты анықта әдісі. Балалар, енді осы жерде біз осы оқулықтағы тапсырмаларды, шығармаларды кім оқып келді, кім оқымады, осы жерде белгілі болады, иә? Олай болса, дайын болсақ бәріміз тақтаға қараймыз. Байбек Батырдың әруағы қолдасын. Қай эпизодта қолданған? Кәмпи кім жауап береді? Анам мені туар кезде әкем Әулие-Ата шаһарында болған екен. Сосын әкемнің атасы, яғни Имаш бабам, жан-жақты адамдарды әкеме хабаршы ретінде жіберіпті. Сосын біздің ауылда тұратын кісі әкем Әулие-Ата шаһарына 60 шақырым жерден аттап өтіп барып, әкем жатқан үйге кіріп, әкемді құшақтай жылай кетті. Сонда әкем тұрып жатқан үйдегі адамдардың барлығы жаңа хабар келген екен деп, шошып не болды деп қайта-қайта сұрай беріпті. Сосын жаңа Байтоқ деген кісі жеңешем ұтапты депті. Сонда үрейден үрпесіп қалған жұрттың барлығы қуанып, қуаныштар қойындарына сыймайды. Сонда Байтоқ деген кісіні сүйіншісін беріп, ауылына қайта шығарып салады. Әкесі қайтадан ауылына барған кезде ағайын жекжаттың барлығы ауылға құтты болсын айтып жинап қалады. Сонда барлығы балаңның бауы берік болсын, Байбек Батырдың әруағы қолдасын деп десіпті. Осыны айтып келген болады. Жақсы, керемет. Келесі, Момыштан сұраңдар. Момыштан қай эпизодтан алынған? Гүлдана. Момыш әкем ат жалын тәртібіні. Бозбала халге жеткенде Имаш бабам шаруа билігін соның қолына беріпті. Ауылдағы қыз келіншекті бір шылықпен айдайтын адуынды қыз тумас әжемнің өзі де Момыштан сұраңдар, Момыш біледі деп отырады екен. Ауылдағы көші-қон мәселесі, дау-дамай, той барлығы Момыштың арасынсыз шешілмеген. Ал егер де Момыш әлдеқалай жол жүріп келетін болса, тірлікті соған қаратып, жол тосып отқан. Келесі, түйе бойына сеніп, жылдам қырғалықты қай жерден алынған эпизодтан? Неге жауап бересіңдер? Айта ғой. Түйе бойына сеніп, жылдам қырғалықты деген мақал осыдан шыққан.
кейде түйедей бойың болса да ешқандай ақылың жоқ деп неге ұрсады дейсің адамдар. Бұл бойыңа сен де ойыңа сен, мақтаған сөзге ерме, мағыналы тірлікке ер дегені. Сондықтан түйе құсап түкшие бермеңдер деуші еді әжем, ақылға жүгініңдер деп айтатын еді. Жақсы, керемет. Келесі, қорықпа, қорықпа, беріп отыр. Қай эпизодтан алынған? Кім жауап береді? Ал арыңдар, жауап бере ғой. Әкем базардан келген кезде үлкен әпкем мені әкемнің алдынан алып шыққан еді. Әкем қоржынды түсіріп ердің үстіне мені отырғызды. Мен жалма-жал шақ беріп ұстап алдым. Және әкем аттың басын жетектеп алдыға қарай шығып жүрді. Және де шығып жүрді. Солай мен үйге дейін 30 қадам болса да ер тоқымның жан-жағына ауытқып кете бердім. Бұны көрген әкем күліп жіберіп қайтып отырғызатын. Ал қасында жүрген әпкем болса, қорықпа, бекем отыр деп айтқан еді. Жақсы. Енді балалар, бізде құндылық дегенді сендер қалай түсінесіңдер? Қандай? Айтып берейікші, құндылық деген қалай түсінесіңдер? Қандай? Жауап берейікші. Айбота, жауап бере ғой. бір заттың маңыздылығы мен пайдалығы. Рухани құндылық және материалдық құндылық деген бар, иә? Материалдық құндылықты кім қалай түсінеді балалар? Кім жауап береді? Ақнұр. Материалдық құндылыққа әдетте тарихи жәдігерлер, еңбек пен тұрғын үйдің жағдайы, киімнің сипаты, сондай-ақ мемлекеттік жүйе. Жанерке жауап береді. Ұлттық болмыс, салт-дәстүр, білім, өнер, діни, құқықтық және саяси сана. Енді олай болса біз келесі тапсырмамызды орындаймыз балалар. Барлығымыз тақтаға қараймыз. Шығармада рухани және материалдық құндылықтарды сәйкестендіріңіз. Әкем басынан сипап отырып, жарайсың балам, үйге кіргенде әрқашанда үлкендерге сәлем беруді ұмытпа, әдепті бала сөйтеді дейтін. Бұл Рухани құндылыққа жата ма, материалдық құндылыққа рухани жата ма? құндылыққа. Рухани құндылыққа жата. Жақсы, керемет. Келесі. Билік құра бастаған орыс әкімдері алым-салық қағаздан шығарып қол қою, бармақ басу деген әдетке айналды. Бұл материалдық құндылыққа жата. Жақсы. Диас келе ғой. Қарағым қас болмас маған ертегіні көп айтатын әлдей әнінде көп айтатын. Рухани құндылық па, материалдық құндылық па? Рухани құндылыққа жата. Дұрыс па балалар? Иә. Жақсы. Балалар, енді келесі тапсырмамызды орындаймыз, иә? Бізде бүгінгі келесі тапсырмамыз шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Біз балалар топ болып жұмыс жасаймыз. Топпенен бірігіп тапсырмаларды орындаймыз. Бұл жерде шығармадағы құндылықтар, менің көзқарасым және заманауи, яғни жаңашылдығына баға береміз. Кәдімгі топ болып жұмыс жасаймыз балалар. Етексіз өскен бала рухани мүгедек адам. Ал менің әжем құс тумас, маған етекті көп әкелді. Ал енді өзіміздің көзқарасымызды білдірейік, иә? Менің ойымша қазіргі уақытта ертегіні көп балалар тыңдамайды. Ертегі тыңдамаған бала қиял ғажайыпқа сенбейді. Яғни болашағында ғажайып нәрселер болатынына сенбейді және болашағына сеніммен қарай алмайды. Яғни қазіргі таңда біздің әжелеріміз, көп әжелеріміз ертекті айта алмайды дейді, айтпайды дейді. Балаларына қарақ істемей, оларға тіпті телефоннан ертегі, мультфильмдер ғана қойып бере салады және де немерелеріне ақыл өстеп, өнеге нақыл беретін ата-әжелеріміздің өзі теледидар көріп отырады. Келесі топ жауап береміз. Шығармадағы құндылық. Құсмас апаның сүйегі әлде қашан қурап кетті. Ал әлде ән айтқан үні әлі құлағында. Бесік жыры елдің бірлігін, балаларының тәрбиесін көрсететін басты нәрсе. Және де бесік жырлы барлық елдерде
баланың тәрбиесінің басты көзі деп саналады. Әр елде әртүрлі бесік жыры аталғанымен, оның басты, яғни айтқанда әуені, сазы, балаға беретін тәрбиесі бір. Заманауилығы. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, бесік жыры айтпайтын анадан қорқам. Және де бесік жыры бұл рухани құндылыққа жатады. Және де қазіргі таңдағы заманауилығы бұрынғыдай бесік жырын айтып отыратын аналар мүлдем аз, оның орнына телефоннан қойып бере салады. Қазіргі телефоннан тыңдата салады екен, жақсы. Олай болса балалар, біз осы ұшқан ұя шығармасын оқу арқылы қандай тәрбиелік мән алдық? Нені үйрендік кәнки балалар, айтайықшы? Кім айтады кәнки? Әкесінің баласына үлкенді сыйлау, сәлем беру, және де сол дағдысына қалай тәрбиелегені шығармада шынайы көрініс тапқан. Кім жауап береді? Сонымен қатар автор қазақ дәстүріне құдалық, құда күтуде көже жырауларына ерекше мән бере отырып суреттейді. Жақсы. Ұшқания кафесінде актердің ерекше мән берген мәселенің бірі адамдардың бірін-бірін құрметтеуі, ізет көрсетуі, сыйлау болып табылады. Гүлдана. Автор Шұқаниядағы төбөздеген әже бейнесі арқылы өрбітеді. Туындының өн бойындағы әже образы тектіліктің, кемеңгерліктің бейнесі ретінде суреттелген. Және де отбасының ғана емес, ауылдың ақылшысына айналған әже бейнесі автор ерекше тебіреніспен, сүйіспеншілікпен бейнеленген. Жақсы. Соңғы орында қазақ халқының көрінісі, салт-дәстүрі, өмірлік ұстанымдары, дүниеге көзқарасы анық тереңнен көрсетіледі. Енді бір-бірімізге кері байланыс берейік. Сабақ нәтижесі бойынша бір комплимент айтқым келеді. Өзіме, сыныптасыма деген сияқты. Кәнки кім айтады? Бүгін бізге сабақ өте қызық болды. Бізге топ сабаққа белсене қатысып отырды. Біз бұл сабақтан өте керемет өнеге тәрбие алдық, және өмір бойына жүретін рухани азық. Керемет. Гүлдана. Бүгінгі сабақ өте маған қатты ұнады, және осы сабаққа қатысып отырған барлығына да рахмет айтқым келеді. Біз бүгінгі сабақтан үлкен өмірлік, рухани тәрбие алдық деп санаймын. Және де біздің топ барлығы да бүгінгі сабаққа өте қатты белсенді қатысып отырды, және өзіміз де белсенді қатысып отырдым деп санаймын. Және сізге осы сабақты өткізген рахмет еткім келеді. Бүгін біз Бауыржан Момышұлының ұшқан ұя шығармасынан жаңағы сабағымызды өттік. Яғни бұл шығармада көптеген жаңағы Бауыржанның бала кезінен ақжаулықты әжесінің жаңа айтқан ертегілері, бесік жырлары, сонымен қатар әкесінің сабырлығы менен ұстамдылығын өзінің бойына сіңіріп, жаңағы бала Бауыржан өзінің жұдырықтай жүрегіне батылдық пен адалдықты, шыншылдықты сіңіріп өскенін байқады балалар. Қазіргі кезде Бауыржан өзінің бір нақыл сөзінде былай деген екен, өзінің сәбиіне бесік жырын айта алмаған анадан қорқамын, өзінің немересіне ертегі айта алмаған ата мен әжеден қорқамын деген екен. Яғни қазіргі осы қоғамда өзінің баласынан безінген ананы байқап отырмыз. Соны без бүйрек әкелерімізді көбейіп отыр, саны жағынан қарайтын болсақ. Яғни осы бесік жырын, өзіміздің жаңағы ата-бабаларымыздан қалған өлең жырларымызды тыңдап өспеген адам саналы болмайды. Сол үшін де біздің осы бесік жырымызды, ертегілерімізді, жыр аталарымызды әрқашанда біз біліп жүруіміз керек, тыңдауымыз керек балалар әрқашанда. Сонда ғана біздің жаңа саналы азамат болып өсуімізде, ұлтымыздың қоғам болып қалыптасуына біз өзіміздің септігімізді тигіземіз балалар. Сондықтан да осы біздің жаңа өтіп отырған, оқыған шығармаларымыздың ішіндегі осы ұшқан ұя шығармасы ең үздік шығармалардың бірі деп қарауымызға болады екен. Сондықтан да біз осы оқулықпен ғана шектеліп қоймай балалар, кітапханадан кітабын толық нұсқасын алып оқитын болсақ, өмір бойы бізге рухани азық болары анық екен. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызға
рахмет баршаларыңа. Сау болыңдар.